Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ұйғыр халқының дапанжи деп аталынатын тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ыдысымызға сұйық майымызды қосамыз. Бір ас қасық қант қосып, осылай қызарғанша қыздырып аламыз. Одан кейін тауық еттерін саламыз. Қатты отта жақсылап қызартып қуырып аламыз. Тұзымызды саламыз. Міне осылай жақсылап қызарып қуырылуы керек. Одан кейін пиязымызды саламыз. Бір үлкен пияз. Пиязды да жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін чеснок және помидор немесе томат пастасы және паприка, қызыл бұрыш саламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Міне одан кейін картошкамызды саламыз. Тұз. Бұны да жақсылап 1-2 минут қуырамыз, араластырып. Одан кейін соевый соус, бір ас қасық. Енді су құямыз. Мен 1,5 кесе су құйдым. Бетін жартылай жауып қайнатамыз. Енді қамыр илейміз кеспесіне. Ол үшін тек қана суға иленеді. Жаңағы лағманның қамыры сияқты болып иленеді, қаттылау болып. Осылай қатты қамыр илеуіміз керек. Одан кейін қамырды целлофанға саламыз. Целлофанға салынғаннан кейін ол 15-20 минуттан кейін жаңа жұмсарады қамыр. Сол үшін целлофанға салған дұрыс. Менде қазан қайнады. Енді бетін толық жауамын. Өзінің буында піседі. Және қамырды 2 рет қайырамыз ортада. Мен 2 рет қайырдым. Осылай теп-тегіс болады. Шылтырап. Енді жазатын боламыз. Оқтаудың көмегімен жазып шығамыз. Еттің қамырына жайғандай қылып жаямыз. Менде картошкасы пісті. Картошка піскеннен кейін перец саламыз. Перец салғаннан кейін 3-4 минут қана қайнатамыз. Көп қайнатудың қажеті жоқ. Енді қамыр менде дайын болды, жазылып. Оқтауға осылай ораймын. Одан кейін оқтауды шығарып аламын. Осылай сонда менде ұзын кеспе болады. Осылай кесіп аламын. Барлығының араларын ашамыз. Енді қайнап тұрған суды пісіріп аламыз. Менде дайын болды. 3-4 минут өтті. Енді бетін жауып, газдың астын өшіремін. Кеспем дайын болды, пісті. Енді сүзіп аламыз. Сүзіп алып, осылай ыдысымызға саламыз. Осымен дапанжи тамағымыз дайын болды. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк баса кетіңіз. Ас болсын. Рахмет.